сияқты. Америкалық промоушндардың ішінде Орта Азияда ең қадірі бар ұлт қазір қырғыздар. Қазақтар емес, өзбектер емес. Себебі Оларда кім бар сонда? Бұрын мұндай болмады ғой. Саны басым, және ішкі лигаларда төбелесіп жүрген қырғыздардың саны бір 10 шақты болады. Ішкі лигада көп дейсіз ғой. Ішкі лигада көп, жаңағы Мықтыбектегі нокаут кім шығып кетті, Оран да сондай ғой. Бәрі сол ішкі америкалық лигаларда пісіп шықты да. Бұяқтан кішкене шала пісіп барды, ары қарай толық пісті, сол арқылы өтіп кетті. Ішкі лигаларда өзін өзі көрсете алып, өзін өзі дәлелдей алып, сосын барып өтті да. Қазіргі таңда да тағы біраз жігіттер бар. CFFC-ден Бушидо деген жас бала жүр қазір, мысалы 5-тен 0 кеше өтті. Тағы ана Ильор Бахтиярұлы деген бар, біздің октагоннан өсіп шыққан бала. Біздің октагоннан өсіп шыққан Ілімбек деген бала бар, мысалы қазір. Бәрі сол Американың ішкі лигаларында төбелесіп жатыр. Қазір Fury FC-дің титулына төбелеседі. Өткенде ұтылып қалды Ильор, енді келесі нелерде өзін дәлелдейді. Жас балдар, өте жас балдар, келесі поколение өте көп. Ішінде қайнап атқан, тонның ішкі бауындай болып, свой қайнап бара жатқан балдар бар. Біздің қазекеңдерге қазір бұл нәрсе жетіспейді. Яғни бірінші кезекте виза мәселесі, яғни сосын екінші кезекте тәуекел мәселесі жетіспейді. Қырғыз балдардың барлығы Мексика арқылы туристический визамен барып қалып кеткендер, яғни ол нелегал болып арқылы натурализациялау жолын қорықпай таңдаған жігіттер тәуекел. Біздің жігіттерге ондай нәрсе жетіспей жатыр әзірге.